Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен оқырмандар. Бүгін біз Қызылорда қаласында орналасқан Қызылорда тарихи-өлкетану музейі туралы шолу жүргізетін боламыз. Бүгінгі шолуымызда бізді Қызылорда тарихи-өлкетану музейінің қызметкері осы тарихи жәдігерлер туралы, оның тарихы туралы бізге таныстыратын болмақ. Алдағы уақытта сіздерді жақсы білмеген мәліметтер, ақпараттармен сусындырамыз деген үміттеміз. Саламатсыздар ма? Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің жаңа ғимаратына қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін шолу жасайтын мен Жолмырза Батнұр, осы музейдің экскурсоводы болды. Олай болса, алғашқы залға қарай өтейік. Алғашқы зал табиғат және палеонтология залы. Бұл залда мезосой кезеңінің бор қабаттарынан табылған, шақшақ мекеннен табылған аралызағы қарасаңыздар, біздің заманымызға дейін 80-90 миллион жыл бұрын арал маңындағы шақшақ деген мекеннен табылған аралызағының жамбас сүйектері, соны негізге ала отырып, осы аралызағының макеті жасалынған. Біздің өңірде, яғни динозавр аралызағылар өмір сүрген. Өздеріңіз куә болғандай, біздің қазақ жерінде бұрынғы дәуір замандарында осындай динозавр тәріздес сүйектер, дәлелдер бар екен. Мен осы Қызылорда тарихи-өлкетану музейіне келген кезде ғана байқадым. Естідім даже. Маған тың ақпарат болды, бұл өте қызық болды. Мұнда жабайы, осы Қызылорданың бетпақдаласында жүретін жабайы доңыздар, қасқырлар, түлкілер, керемет. Отбасыларыңызды, үлкен кісілердің білмейтін көптеген тарихи жәдігерлерді мен мұнда кездестірдім. Егер де маған музейдің қызметшісі айтпағанда, мен мұнан алдағы уақыттарда білмейтін бедім. Кім біледі? Келесі зал археология залы. Бұл залда неолит және палеолит дәуірінен табылған, тастан жасалған еңбек құралдары, сондай-ақ сыр елі, қазақ елі 4 астанасы бой көтерген өркениет іздері мол сақталған өлкеміз. Біздің алғашқы астанам Шірік-Рабат Сақтайпаларының астанасы, екінші астанам Жанкент Оғызайпаларының астанасы, үшінші астанам Сығанақ қазақ хандығының астанасы. Жалпы біздің сол 3 астанам жайлы мәліметтер, археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған құнды артефактілер осы залда орналасқан. Иә, расында қызметкеріміз айтқандай, таңбалар ерекше. Шірік-Рабат, Жанкент кезіндегі адамдардың киім үлгісі болсын, таңбалары болсын, олар қандай зергерлікпен айналысқан жөнінде көптеген жәдігерлер орналасқан. Бұл жерде тағы да таңғалатын нәрсе, мысалға жан-жануарлар болсын, жаңағы киім үлгісі болсын, құмыралары болсын, соның алдындағы тұрған цифрлық, электрондық толық ақпаратты беретін цифрландырған электронды телевизорлер орналасқан. Керемет, 21 ғасырға лайық. Келесі зал орта ғасырлық өркениеттер залы. Бұл залда Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан, Тоғыз жолының торабында орналасқан Сығанақ қалашығы туралы мәліметтер қойылған. Жалпы парсы саяхатшылары мақтана жазған Сығанақ қалашығының қала базарының көрінісі алдарыңызда. Сондай-ақ Сығанақ қалашығынан табылған Сығанақ ханшайымының реконструкциясы бар. Бұл залға келген кезде мен керемет атмосфераны сезіндім. Бұл жерде шығыстың зергерлік бұйымдары, бұл жерде күбі, сол кездегі әлем атмосферасы керемет сезіледі екен. Құмыралардың қыштан күйдіріліп жасалған құмыралар болсын, жан-жақта керемет атмосфера. Бұл жерде көрініс жауға шапқан тұлпар мен күзетшілердің көріністері. Келесі зал этнография залы. Қазақ халқының, яғни Қызылорданың этнографиясына арналған зал. Біздің қазақ халқының салт дәстүрі, тұрмыс тіршілігі, ұлттық киімдері, ұлттық
бұйымдарының барлығы осы залда орналасқан. Киіз үйден бастау алады. Біздің жеті қазынамыздың бірі жылқы жануарының реконструкциясы жасалынған. Сондай-ақ біздің қобызшымыз, домбырашы ерекше бір сән-салтанат құрып отыр. Сондай-ақ ерекше бір көрініс. Әйел азаматы бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлемді тербететін ерекше бір көріністі осы залда көруге болады. Иә, расында керемет көрініс. Бұл жерде жайлауда, кең далада осындай аналарымыз бала тәрбиелеген, әкелеріміз мал баққан, жерін қорғаған, кең тұлпармен, киіз үй, қыран бүркіт, ер жігіттің. Бұл жерде өзіміздің төл үй, киіз үй, қазақтың тұлпары мен қыраны көрсетілген. Мына жерде кереметтей дәстүрлі киімдер, мейрамда киетін, жалпы күнделікте киетін киімдер, кимешек, шапандарымыз. Мына жерде аспаптар, сандық, әдемі. Келесі зал өлке тарихы залы, Ресей империясының сыр өңірін отарлау кезеңі, сондай-ақ отарлау саясатын бірден-бір жеделдеткен Орынбор Ташкент темір жолы 1901-1905 жылдары салынған және қазалы Перовский форттарының салыны туралы осы өлке тарихы залынан біле аласыздар. Бұл жерде қазақ еліндегі байланысты болған екінші дүниежүзілік соғыстан ескерткіштер. Келесі зал өнер және мәдениет залы. Сыр елі, жыр елі деп бекер айтпаған. Жалпы Қызылорда мәдениет саласына, өнер саласына өте бай өлке. Өздеріңіз көріп тұрғандай залда сыр өңірінің өнерпаздарына арнайы жасалған экспозициялар орын алған. Бұл жерде бізде аралдың тартылуы, яғни аралдың қасіреті туралы бейнеленген. Келесі зал ғарышты игеру залы, яғни үш туристік орындарымыздың бірі Байқоңыр ғарыш айлағына арнайы жасалған экспозиция. Бізде Юрий Гагариннің скафандрының көшірмесі, сондай-ақ біздің қазақтан шыққан үш ғарышкерімізге арнайы жасалған экспозициялар орын алған. Сондай-ақ келген көрерменге ерекше әсер қалдыратын ғарыштың аспанға ұшу сәтін тамашалай аласыздар. Бұл бөлім енді бізге жат емес. Қазақ жерінде осы Байқоңырдан ғарышқа ұшқан бір зал арналған екен. Керемет көрініс. Спутник, жасанды жер серіктері. Біздің музейдегі бейнежазбамыз аяғына таяды. Біз осы өлкетану музейінің басшылықтарына, осының бәрін таныстырған қызметкеріне үлкен алғысымыз шексіз. Арнамызға тіркеліп өтіңіздер. Соңғы зал тәуелсіздік залы, яғни Қызылорданың тәуелсіздіктен кейінгі жасалған жұмыстары осы залдан орын алады және ерекше көрініс беріп тұрған үш алтын домбыра, екі алтын домбыра және бір күміс домбыра. Біздің Мейірбек Сұлтан Қарымовтар, Ниязов және Сұлтан Нұрмасар сынды айтыскер ақындардың сыр өңіріне алып келген үлкен сыйлары осы домбыралар. Осы керемет дүниені келіп көргілеріңіз келсе, Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейі сіздерді күтеді. Келіңіздер.